Ажырасып кеттіңіздер ме? Ортақ мүлікті бөлісе алмай жүрсіздер ме? Осы тақырыпты талқылайық. Сіздермен бірге заңгер Шынайбаев Марғұлан. Каналда ажырамаңыз. Алло, это юридическая компания. Можно вопросы? Да, слушаю вас. Какие у вас вопросы? Ортақ мүлікті бөлу. Оны қалай бөлу керек? Қайда жүгіну керек? Не істеу керек? Қалай дәлелдейміз? Осы туралы талқылайық. Бұл тақырыпты ортақ мүлікті бөлуді 3 тақырыпқа бөліп қарастырсақ болады. Біріншісі ол мүлікті бөлу, екіншісі бизнесті бөлу, үшіншісі қарызды бөлу. Мүлік. Қай кезде мүлік ортақ болып саналады? Некеге тұрғаннан бастап, неке куәлігін алғаннан бастап, ажырасқанға дейін алынған барлық мүлік ортақ болып саналады. Мүлік деп біз нені айтамыз? Мүлік ол көлік болуы мүмкін, жер болуы мүмкін, үй болуы мүмкін, депозиттегі ақша, счеттағы ақша, үйдегі бытовой техника, телевизор, диван, басқа да мүліктер. Осы мүліктердің бәрі ортақ болып саналады. Енді ортақ мүлікті бөлу қалай жүргізіледі? Сотқа қалай жүгінеміз? Сотта не айтамыз? Ортақ мүлікті бөлу үшін әрине сотқа жүгінуге тура келеді. Бірақ сотқа дейін ерлі зайыптылар бір-бірімен мәмілеге келіп шешкені дұрыс. Бәрібір сотқа барғаннан кейін біреу ұтылады, біреу ұтады. Сондықтан шығынданбай өзіңіз ортақ бір келісімге келгеніңіз дұрыс, абзалырақ болады. Ал егер ортақ келісімге келісе алмасаңыз, онда сотқа барасыздар, сотқа жүгінесіздер, талап арыз жазасыздар. Талап арыз жазғанда міндетті түрде баж салығы салынады. Баж салығы қанша? Ол мысалға 10 миллион тұр деңізші үй, бір үй. 10 миллионның сізге тиесілісі 5 миллион теңге. 5 миллионның 1%, яғни 50 мың теңгесі ол мемлекеттік баж салығы төленеді. Сөйтіп салық төледіңіз, талап арыз жаздыңыз, сотқа өткізесіздер. Сотқа өткізген уақыттан бастап 3 ай сот жүруі мүмкін. 1 ай дайындық, 2 ай негізгі сот. Соттың жүрісі өзі сондай. 3 айға дейін созылуы мүмкін. Практикада 2,5-2 ай. Сот жүріп жатыр. Сотта не дәлелдеуіміз керек? Нені дәлелдеуіміз керек? Сотта осы мүлік некеден кейін сіздің екеуіңіздің қаражатыңызға алғанын дәлелдеу керек. Яғни қаражат қайдан түсті? Әйелдің туысқанынан ба, күйеуінің туысқанынан ба, қандай мүліктен келді? Қай уақытта алынды, қай уақытта үй салынды, қай уақытта депозит ашылды, қай уақытта жабылды. Осының барлығын сотта дәлелдеу керек. Одан кейін талап арыз қою керек. Талап арыз ол мүлікті ортақ бөлу. Мүлікті бөлген кезде 2 жолы бар. Қандай жолы? Ол мүлікті сатып жіберу және ақшасын бөліп алу. Болмаса мүлікті қақ ортасынан бөліп, үйдің жартысына күйеу тұрады, жартысына әйел тұрады. 2 тәсілі бар, Кейбіреулер сұрақ қояды, мүлікті бөлген кезде балаға мүлік бөлінбей ме деп. Өкінішке орай, Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексі бойынша мүлік тек күйеуі мен әйелінің ортасында 50-50 бөлінеді. Кей кезде баласы, мысалы, әйелімен тұрбаса, 75% әйеліне тиесілі болуы мүмкін. Бірақ ол қандай жағдайда? Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының қаулысы бойынша, егер мүлікті по факту бөлінетін болса, мысалы, үйді алды, торт сияқты 2-ге бөлді. Сол кезде кухня үлкен болды, зал үлкен болды, жататын бөлмелер кішкентай болды. Бала кіммен қалады? Егер әйелімен қалса, әйел жағына, күйеу қалса, күйеу жағына, бала кіммен қалса, соған қарай үлкенірек бөлмелерді бөліп береді. Яғни 75-ке 25% осы кезде жұмыс істейді. Осындай кезде факт бойынша бөлген кезде бала кіммен қалады, соған қарай 75%-ын бөлу мүмкін. Қалған уақытта 50-50 бөлінеді. Соны шатастырмаңыздар. Сот осылайынан өтуі мүмкін, дәлелдемелер әкелуі мүмкін,
екінші сторона дәлелдемеу, екінші жақ дәлелдемелер әкелуі мүмкін. Сөйтіп сот өтеді, сот шешімі шығады, сот шешімінен кейін ортақ мүлік бөлінеді. Я сіз ақшасын төлейсіз жартысын, я әйеліңіз жартысын ақшасын төлеуі мүмкін, я болмаса факт бойынша бөлуіңіз мүмкін. Ары қарай егер бір ымыраға келмесеңіз, сот орындаушыға тапсырасыздар, сот шешімін, сөйтіп сот орындаушы мүлікті бөледі, мәжбүрлеп бөледі. Сондықтан бұл мүлік туралы біраз айтып өттік. Енді әрине астындағы жүректі баса отырыңыздар, лайкты баса отырыңыздар, тіркеліңіздер, артында қоңырауды бассаңыз, келесі тақырыптарда сіздерді құлақ қағыс болып келіп отырады. Енді екінші тақырыпқа біз өтсек, ол бизнесті бөлу. Жаңа мүлік туралы айтып кеттік қой, енді бизнесті бөлу. Бизнесті біз қалай бөлеміз? Мысалға, ерлі-зайыптылар өздерінің қаражаттарын жинап, бір бизнес ашты делік. Бизнес ашқаннан кейін бизнес жақсы жүрді делік. Ажырасып жатыр. Белгілі бір уақыттан кейін. Ең абзалы мен сіздерге айтайын, әдетте бизнесті ерлі-зайыптың біреу жүргізеді. Я әйелі жүргізеді, я күйеуі жүргізеді. Кім бизнесті жүргізіп жатса, соған бизнесті қалдырған дұрыс. Өзіңіздің ішіндегі бір доляңызды, мүлкіңізді, жаңа бөлісіңізді алып, үлесіңізді алып, бизнесті кім жүргізіп жатыр, соған қалдырған абзалырақ. Бизнес өйткені ары қарай жүріп дамытып алып кетеді. Ал егер сіз бизнесқа қатысыңыз, енді былай жүргізбесеңіз өзіңіз, бірақ бөліп алсаңыз, оны ары қарай жүргізіп алып кету қиын болады. Негізінен солай істеген абзалырақ. Бірақ енді бір ымыраға келмесеңіздер, әрине сотқа жүгіну керек болады. Онда қалай бөлінеді? Бизнесті былай болады. Мысалы, жаңағыдай құрылтайшылар дейді ғой, участники, учредители, Сол құрылтайшылар өзінің үлестері болады. Сол үлес екіге бөлінеді. Яғни 100% үлес болса, 50-ге 50 бөлінеді. Сол үлесті бөлуге болады. Компанияның өзін бөле алмайсыздар, ішіндегі үлесті бөліп аласыздар. Түсіндіңіздер ғой. Мысалға, компания жұмыс істеп жатыр дедік, 1 жыл жұмыс істеді. 1 жыл жұмыс істеді да бір пайда алып келді. $100 000 пайда алып келді. $100 000 пайдасының 20%-ы налогқа кетті, салыққа кетті, тағы 20%-ы бірдеңкеге кетті, жұмыскерлерге кетті, тағы 20%-ы бір табарға кетті дедік, басқа кетті. 1 жылдан кейінгі аяқ жағында қалатыны $40 000 дедік мысалға. Сол $40 000 қалған ақшаны дивиденд ретінде құрылтайшылар бөліп алады. Сол бөліп алған ақшаны қаражат ретінде сіздер бөліске түсіре аласыздар. Түсіндіңіздер ғой? Яғни сол құрылтайшылар үлестерін бөліске түсіруге болады. Енді сіздер ол құрылтайшының бөліске түсіруінің өзіне келмесеңіздер, тағы да бір тәсілдері бар, бизнесті қалай бөлуге болады. Яғни бизнес, мысалы, бір аты бар. Бизнес болып тұр. Осы бизнесті екіге бөлуге болады. Екіге бөлесіздерді, бұл компаниядан табыр компания туындайды да, сөйтіп екі компания туындайды. Бір компания сіз алып қаласыздар, екінші компания күйеуіңіз я әйеліңіз алып қалуы мүмкін. Сөйтіп екі компания бөліп алу тәсілі бар. Тағы бір түрі, осы компанияның ішінен тағы бір компания шығару. Ол жаңа бірінші тәсілімен ұқсайды, бірақ бұл кішкене басқашарақ болады. Осы компанияның ішінен бір дочерняя организация дейді, сөйтіп бір компания бөліп шығаруға болады, кішігірім. Сол компанияны сіз жүргізсеңіз болады. Яғни бұл бизнесті бөлудің тәсілдері. Бұны әрине бизнесмендер жақсы түсініп жатады. Егер сіздің жұбайыңыз бизнеспен айналысса, сол бизнеспен айналысып жүрген жұбайыңыз бұны жақсы түсінеді қазір тыңдап отырса. Осылайынан бизнесті әрине бөлуге болады. Бірақ мен сіздерге әрине өзімнің заңгер ретінде кеңесім, бизнесті өлтірмеңіздер. Бизнес ары қарай жүре берсін. Кім жүргізді, сол жүргізе берсін. Сіз өзіңіздің үлесіңізді ақшалай алсаңыз жеткілікті. Бизнесті өлтіріп, жаңағыдай налог, салық басқармасын, басқа да тексерістерді жіберіп, анау жіберіп, мынау жіберіп, бизнесті өлтіріп тастағанша, одан қаржы алған абзал емес пе?
Ал енді ары қарай біз үшінші тақырып, үшінші этапқа көшейік, қарызды бөлісу деген. Бағана осылай мүлік туралы айттық, бөлу, бизнесті бөлу туралы айттық. Енді мүлікпен қоса, бизнеспен қоса, ерлі зайыптылардың арасында банктың алдында қарыз болуы мүмкін. Болмаса басқа бір жеке тұлғаның алдында қарыз болуы мүмкін. Дұрыс па? Сондықтан ол мүліктен басқа, бизнестен басқа осы қарызда бөлінеді екіге. Өйткені қарызды не үшін алдыңыздар? Қарызды ортақ бизнесті дамыту үшін алдыңыздар. Болмаса ортақ мүлік алу үшін алдыңыздар. Сондықтан тек қана мүлік, бизнес қана емес, біреудің алдында қарызда бөлінеді. Оны қалай бөледі? Әрине, белгілі бір ымыраға келсеңіздер жақсы, ал келе алмасаңыздар, сотқа жүгініп, қарыздың жартысын бөлуге беруге болады. Мысалға, банктың алдында қарыздарыңыз бар делік. Сол қарыз жартысы төленді, жартысы енді төлену керек. Сол жартысы төлену керегін болашақта соны екіге бөліп, 50% сіз төлейсіз, 50% сіздің жұбайыңыз төлейтін деп міндеттеуге болады соттың шешімі арқылы. Егер үйіңіз ипотека алған болатын болса, міндетті түрде банкты сотқа шақыру керек. Банктың келісімін алу керек. Өйткені банктың келісімінсіз сот егер шығаратын болсаңыз, кейін банк арыздану мүмкін. Бұл заңсыз шыққан шешім, біз қатысқан жоқпыз, біздің қатысуымыз шыққан шешім деп шағымдану мүмкін. Сондықтан банктың қатысуымен сотқа қатысу керек, соттың шешімін шығару керек. Бұл мен айтып отырған заттарының барлығы неке және отбасы туралы Қазақстан Республикасының кодексінде көрсетілген. 36-шы бабы бар, 50-ші бабы бар, осы мүлікке байланысты, ортақ мүлікті бөлуге байланысты. Сондықтан осы кодексті оқысаңыздар, әрине ішінен өзіңізге керек информацияны табасыздар. Мен сіздерге ссылкада қалдырамын осы заңға қалай өтуге болатын. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Әрине астындағы жүрекке баса отырыңыздар, қоңырауға баса отырыңыздар, себебі келесі тақырыпты сізге құлақ қағыс ретінде келіп отырады. Және әрине тіркеле отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы, сау саламатта болыңыздар.